Сәлем достар, бүгінгі күнде қантты өміріміздің ажырамас бөлігіне айналдырып алдық. Кофе, шай, тәттілер, тіпті жемістердің көзінде қанттың бар екенін білеміз. Қанттың зияны туралы айту бүгінгі таңда өте маңызды. Себебі көп адам күнделікті өмірде тәтті тағамдарды жиі тұтынады. Қанттың артық мөлшері ағзаға көптеген кері әсерлерін тигізеді. Біз осы видеода қанттың денсаулыққа тигізетін 10 нақты зиянын қарастырамыз. Қантты көп тұтынудың салдары тек артық салмақты қосу ғана емес, жүрек ауруларынан бастап терінің қартаюына дейінгі ауыр проблемаларға әкелуі мүмкін. Сондықтан қантты тұтынудың әсерлерін түсіну өте маңызды. Бейнені соңына дейін көріңіз. Бейне басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Ендеше бейнені бастайық. Қанттың бірінші зияны семіздікке себеп болады. Қанттың артық мөлшері ағзаға май ретінде жиналады. Мысалы, күнделікті тәтті сусындар ішкен адам тез арада салмақ қоса бастайды. Қантта калория көп, бірақ пайдалы заттар аз. Бұл артық салмақ пен семіздікке әкеледі. Ал семіздік жүрек аурулары мен диабеттің дамуына себеп болуы мүмкін. Екінші, диабет қаупін арттырады. Қантты көп тұтыну инсулинге сезімталдықты төмендетеді. Бұл қандағы қант деңгейін жоғарылатып, диабет ауруының қаупін арттырады. Мысалы, тәтті тағамдарды жиі жейтін адам диабетке шалдығуы мүмкін. Инсулин деңгейінің бұзылуы организмнің дұрыс жұмыс істеуін қиындатады. Диабет тек қантты көп тұтынған адамдар ғана емес, салмақ қосқан жандарда да жиі кездеседі. Үшінші, тіс жегісін туғызады. Қант ауыз қуысындағы бактериялар үшін тамаша қорек. Бұл бактериялар қышқылдарды шығарып, тіс эмалін зақымдайды. Мысалы, көп қант жейтін балада тіс жегісі жиі пайда болады. Тіс аурулары ауырсынуға және тістің түсін өзгеруге себеп болуы мүмкін. Бұл тек эстетика ғана емес, жалпы денсаулыққа да зиян. Төртінші, жүрек ауруларын туғызуы мүмкін. Қанттың артық мөлшері жүрек қан-тамыр жүйесіне кері әсер етеді. Тәтті тағамдар холестерин деңгейін жоғарылатып, қан тамырларын зақымдайды. Мысалы, қантқа бай тағамдар жүрек соғысы мен инсульттің себепшісі болуы мүмкін. Бұл денсаулықты әлсіретіп, өмір сапасын төмендетеді. Жүректі қорғау үшін қант мөлшерін азайту өте маңызды. Бесінші, энергияның күрт төмендеуі. Қант ағзаға жылдам энергия береді, бірақ оның әсері ұзаққа созылмайды. Мысалы, тәтті шоколад жегеннен кейін уақытша күш-қуат пайда болады, бірақ көп ұзамай шаршау сезіледі. Қандағы қант деңгейінің көтерілуі мен түсуі ағзаға зиян. Бұл ұзақ уақыттық шаршауға және мидың жұмысын нашарлатуға әкеледі. Энергияны тұрақты деңгейде ұстап тұру үшін табиғи тамақтар тұтыну керек. Алтыншы, бауырды зақымдайды. Қантты артық тұтыну бауырда майдың жиналуына себеп болады. Бұл майлы бауыр ауруына әкелуі мүмкін. Мысалы, газдалған сусындарды жиі ішкен адамда бұл ауру байқалуы мүмкін. Бауыр ағзадағы токсиндерді жояды, бірақ қант оның жұмысын бұзады. Артық қанттың зиянынан бауырдың қызметі әлсірейді. Жетінші, иммунитетті әлсіретеді. Қант иммундық жүйенің жұмысын әлсіретеді. Мысалы, суық тиіп ауырғанда тәттілерді көп жеген адам тезірек әлсіреп, ауруды ұзақ уақыт бойы сезінеді. Қант лейкоциттерді әлсіретіп, ағзаның инфекцияларға қарсы тұру қабілетін төмендетеді. Иммунитеттің әлсіреуі ағзаны түрлі аурулардан қорғай алмайтын етіп қалдырады. Қанттың азаюы ағзаның қорғанысын нығайтуға көмектеседі. Сегізінші, терінің қартаюын тездетеді. Қант терінің коллаген мен эластин ақуыздарына кері әсер етеді. Бұл терінің икемділігін төмендетіп, әжімдердің ерте пайда болуына себеп болады. Мысалы, қантқа толы тағамдарды тұтыну теріде қабынулар мен безгеулердің пайда болуына жол ашады. Қант терінің табиғи жылтырлығының жоғалуына әкеледі. Тері сұлулығы үшін қантты шектеу өте маңызды. Тоғызыншы, мидың жұмысын нашарлатады. Қант мидың жұмысын бәсеңдетіп, ойлау қабілетіне кері әсер етеді. Мысалы, тәтті тағамдар жегенде ми баяу жұмыс істей бастайды. Бұл оқуға және жұмысқа әсер етеді. Қанттың тым көп болуы адамды ашуландырып, көңіл күйді тұрақсыз етеді. Мидың өнімділігін арттыру үшін қантты азайтып, пайдалы тағамдар жеу керек. Қанттан бас тартқан адам мидың жұмысын жақсартып, шоғырландыруы күшейтеді. Оныншы, тәуелділік туғызады. Қант ағзада дофамин бөліп, тәуелділік туғызады. Мысалы, көп қант жеген адам оны тоқтата алмай, тәттілерге тәуелді болып қалады. Қанттың әсерінен ағза тағы да тәттілерді сұрай бастайды. Бұл тәуелділік эмоциялық көңіл күй мен психологияға да әсер етеді. Тәтті тағамдардан бас тарту қиын болғанымен денсаулық үшін қажет. Қанттың ағзаға тигізетін зияндары көп және әрқайсысы денсаулыққа терең әсер етеді. Сондықтан қантты шектеу, пайдалы тағамдарды таңдау және дұрыс тамақтану денсаулықты сақтаудың кілті болып табылады. Қантты азайту арқылы жүрек, бауыр, тері және иммундық жүйе сияқты маңызды органдарды қорғауға болады. Тәттілерге деген құмарлықты азайту денсаулықты жақсартып, өмір сүру сапасын арттырады.
әрқашан есте сақтаңыз, денсаулық ең үлкен байлық. Осымен бүгінгі бейне аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Келесі бейнеде кездескенше.